Күреспеңіз, жай ғана өмір сүрші. Жүзіңізден тек күлкі көрінсінші. Шамыңызға тиетін пенде көп қой, жаныңызда жүр, білемін, не бір сыншы. Жақсылықты дәріптей біліңізші, жамандыққа бой бермей жүріңізші. Күреспеңіз, өмірмен шайқаспаңыз, рахаттанып, жай өмір сүріңізші. Ерекше бір әдемі қуанышымен бөлісіп қояйын. 23 маусым 2025 жыл менің кәсіби мерекем. 33 жыл мемлекетімізге, халыққа қызмет жасап, құрметті ардагер, зейнеткерлікке шыққан болатымын. Ал осы кәсіби мерекемен құттықтап, менің отбасым, ұрпағым, ұлым, келінім екеуі таңғы асымызды керемет мейрамханада ішіп жақсы әңгімелерді, өміріміздің бірге өткізген сәттерін, балалық күндерді еске салып отырмыз. Қандай керемет, альхамдулиллахым, Алла маған осындай қуаныш берген, ұлағатты ұрпақ берген, саналы ұрпақ берген, салихалы ғұмыр берген жаратушыма шексіз разымын. Ұрпағымның бақытты болғанын көру, олардың дені сау, өз арманына қол жеткізген сәттерін көру, оның куәсі болу, ата-ана үшін ол үлкен қуаныш. Осындай қуанышты сәттерді мен жиі парақшама саламын, өйткені бұл дәурен 2 рет қайтып келмейді. Біз жасап жатқан ғұмырымыз, өміріміз қайталанбайды. Қайталанбайтын сәттердің куәсі болыңыздар. Және де барлық қазағыма мейірімді, ұлағатты, саналы